Қабірдегі екі түрлі өмір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде адам қайтыс болғаннан кейін қабірде рухы денесіне қайта оралады да, содан соң екі періште оны отырғызып қойып, сұрақ сұрайды делінген. Бір күні яхуди дінін ұстанатын бір әйел, Айша анамыздан радиаллаху анха үйінде болады. Әлгі әйел сөз арасында қабір азабы туралы айтады да, артынан Алла сені қабір азабынан сақтасын дейді. Қабір азабы туралы бұрын естімеген Айша анамыз пайғамбарымыздан сол жайында сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған: «Иә, қабір азабының бар екендігі ақиқат», деп жауап береді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр намазының соңында қабір азабынан Аллаға сыйынатын еді, дейді Айша анамыз радиаллаху анха. Мәйіттің денесі қабірге қойылғаннан кейін қара және көк түсті, көк көзді екі періште келеді. Періштенің бірі Мункар, екіншісі Нәкір деп аталады. Ол екеуі мүмін мұсылман адамнан былай деп сұрайды: «Мына кісі жайында не айтасың?» Яғни Мұхаммед пайғамбар жайында. Ол Алланың құлы, әрі елшісі. Алладан басқа тәңір жоқ, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік етемін, деп жауап береді. Сонда періштелер оған: «Біз сенің осылай жауап беретінді білген едік», дейді. Мүмін мұсылманның қабірі ұзындығы және ені 70 құлаш кеңейеді. Қабірі нұрға толып жарқырайды. Періштелер мұнафиқтан да дәл осы сұрақты сұрайды. Сонда мұнафиқ: «Мен адамдардың айтқан сөздерін қайталап қана жүрдім. Ол кісінің кім екенін білмеймін», деп жауап береді. «Біз сенің осылай айтатыныңды білген едік», дейді қос періште. Осыдан кейін Алла тағала жерге тарыл деп бұйырады. Бұл әмірден кейін жердің қысылатыны сонша, мұнафиқтардың қабырғалары бір-біріне айқасып кіріп кетеді. Алла тағала қабірден қайта шығарғанға дейін, қияметке дейін қабір азабын тартып жатады.